Бірінші кредиттік бюроның дерегінше Қазақстандағы экономикалық белсенді халықтың 9,2 миллион адамның 7,2 миллионда, яғни 77%-ында несие бар. Несие алған қазақстандықтардың 4/1 шамамен 1,8 миллион адам қарызын уақытылы төлей алмаған. Аталмыш жағдайға тап болып, несие төлей алмаған жағдайда төлемді қалай кейінге шегеруге болады? Несиені төлей алмайтындай жағдай болған болса, ол енді нақты не себебін анықтау керек. Мысалы, біреу жұмыссыз қалу мүмкін, немесе жаңағы декретіне демалысқа шығу мүмкін, денсаулығына байланысты болуы мүмкін. Мысалы, әртүрлі жағдай болады ғой. Ондай жағдайда банк басшысына өзіңнің осы себеп салдарыңды түсіндіру арқылы сіз өтінішпен шығуға болады. Яғни, ол жерде банкте несиенің төлемін кейінге қалдыруды, мысалы, немесе төлейтін аймақ төлейтін көлемін азайтуды, осындай сияқты өтініштермен жүгінуге болады. Несие алған адамның мерзімі өтіп кеткен берешегі болса, банк болсын, микроқаржы ұйымы болсын, сол сәттен бастап 20 күннің ішінде оған хабарласып, төлем мерзімін өткізіп алғаны туралы ескертуге міндетті. Қарыз алушының өтініші міндетті түрде қабылдануы шарт. Оны тіркеуге алып, банк немесе микроқаржы ұйымының қарауына шығарады. Өтініште толық мәлімет болмаса, кредит алған адамға хабар беріледі. Ол 5 күннің ішінде қосымша мәлімет пен құжатты ұсынуы тиіс. Ал несие рәсімдемес бұрын нені ескеру қажет? Мысалы, ай сайын төлейтін кесте бойынша төлейтін суммада сыйақы деген болады, сосын жаңағы негізгі сумма деген болады. Сол екі сумманы қосқанда суммасы шығады, сол сумма бойынша сіз сыйақы мен негізгі сумманың орындарын ауыстыру туралы өтініште қоса беруіңізге болады банкке. Енді бұның пайдасы, мысалы, сіз төлем жасап келе жатқан кезде алғашқыда өзіңнің негізгі суммаларды төлеп келесіз де, ал енді ортасына келгенде мерзіміне бұрын жабатын болсаңыз, онда сізде уже негізгі сумма қалмай қалады. Сонда сіз пайыздан құтылып кетесіз. Бүгінде қарыздың құрсауынан шыға алмай жүргендер көп. Материалдық мәселе шешілмеген соң көңілде де тыныштық болмайды. Ал еселенген несие әлеуметтік проблемаға айналады. Сондықтан мамандар несие алмас бұрын жауапкершілікті түсінуге шақырады, себебі кез келген қарызды өтеу керек екенін ұмытпайық.